Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Агин KZ. Және де біз бүгін матаның басқаша бір РП түріндегі ойында ойнайтын боламыз. Және менің жанымда қазір Бегасыл деген бала бар. Жотан Бегасыл досың шығып жатыр ғой. Қазір барам. Мұта провинция деген ойын бұл достар, орыстардың ойыны. Ойын деп орыстардың сервері, орыстардың жасаған дүниесі. Каналда 463 подписчик болып, достар, 460. Кеттік. Ең соң 500-ге ертерек жеткізсек. Мына Бегасыл деген бала жанындағы. Кеттік, камерамен жүре кеттік. Сол уақыт видео шықпай кетті. Орыста жүрмін, Гоша дейді. Пассат мындай бар ғой, мақтау үшін. Обзор ғой, мақтау түсіретін. Гоша сиді, Гашу дейсің. Біраз видео түсірмейтін ба, біртүрлі болсын бар. Мақтан маркерге кірсең, кәдімгі квартира сияқты, квартирада сияқты үй аласың. Бір көрсетіп кетсе ойын, ішіне кіріп кетсең бәс. Кіресің бе квартираға? Кіріп қайсы, ішін көрсетсе ойын. Мен машинаға тұтап жүрмін. Осындай болады, мына жерге келесіңдер, F5 бас дейді. Мысалы, мына үй көрейік. F5 басам. Осыны сатып алатын кезде купить доммен қосылып тұрады. Купить дом деп бағасы жазылып тұрады. Сөйтіп, мына жерге владелец деген жерге өзінің ат жөнін жазылады. Достар, купить дом есіне войти позвонить келдік. Войти деп үйіне кірейік. Үйге кіресің, осындай болатын. Үйізің бар екен ғой, үйлі. Жасалған араңдар үйдің іші. Лифт бар, ағыта білесің ба? Лифт бар ғой. Лифт кем көр. Үйлер осындай болады. Әр неде подъезд болады, әр түрлі болады. Мына жақта не екен? Қазір тұрмын, қазір керім келе тұршы. Сосын бұл неде үй алған кезде мынау лифт F басасың мына. Вы вызвали лифт на один этаж дейді. Өлейін, неше этаждан ғой. Осыған кіріп этаж таңдай бересіңдер достар. Және тағы не айтып кетейін. Айтып кететін болсақ, квартплата төлейсіңдер тағы достар. Квартплата деген өздерің қазір көрсеткен сияқты неде, мысалы үй болса, сол үйін где-то кәдімгі үш нөмірдегі апта сайын 2,5 мыңдай ма, 2,5 мың рубльдей төлеп тұрасыңдар. Оны төлемесеңдер кейін, 1-2 аптадан кейін ба, или 1 аптадан кейін ба, 1 аптадай төлемесеңдер, үйлеріңді алып қояды. Бірақ ақшаның жартысын ғана береді. 100% болса, соның 30% ғана береді. Бұл жақта сосын правиламен жүрмесең, тағы администраторлар бан беріп, сондай есептесек, кәдімгі таза шын өмір дегендей ойын, достар, кәдімгідей дамуда қиын бұдан. Бұндай машиналар қалай, мысалы менде уровень 5-ші ма? 5-ші уровеньде Toyota 55-ка алу мүмкін емес негізі. Бұны маған көмектесті БК Қазақ деген досым бар. Ол да осы неде провинцияда ойнаймыз, өзіміз бәріміз командадай бармыз осы жерде. Солармен ойнаймыз. Сол БК Қазақ деген YouTube каналы бар, соның описание қалдырып кетемін. Сол бала көмектескен болады ма, ақша беріп, машина беріп, сол балаға рахмет, көптен көп. Сосын тағы біраз балдар бар. Осыны ойнасаң қызық болып, бұл серверші кәдімгі мұта серверден қарағанда осы лучше. Бұяқта көбінесе орыстар, қазақтар аз, бірен саран ғана кездеседі. Сосын осыяға келулеріңді сұраймын сендердің. Осыяқта ойнасыңдар, қызық өмір сияқты ол жүресіңдер. Неше түрлі мероприятиялар тұрады. Полицейский тұрады, мысалы, правиланы бұзып кетсеңіз, артыңнан қуалап, штраф салады. Ол штраф салып тұрған кезде серверден шығып кетсең, саған бан береді. Типа қашты деген сияқты болады. Соны бан береді, соны банмен жатасың. Сосын бұда кәдімгідей қаланың бәрі өзгертілген. F11-ді көрсететін болсақ, F11-де кәдімгі GTA-ның картасы бар, GTA-ның
несіндегі карта, бірақ басқаша істелінген бұл жерде. Және өте жақсы сапада істелінген бұл заттардың бәрі. Мысалы, салоннан машина алатын болсақ, без номер тұрады. Без номер тұрғаннан кейін оны жаңа полицейский участокке келіп номер аласың, регистрация номера деген жерге барып номер аласың. Қазір оны да көрсететін боламын, достар. Видео ұнаса каналға лайк қосып кетейік. Жаман қобалжып отыр. Топ комментарий жазып кетейік. Мынандай инкассатор жұмысы бар. Инкассатор жұмысын білетін шығарсыңдар, енді бұл банктің несі жұмысы. Ақша тасып кететіндер бар. Ол инкассаторлар тонауға да болады. Бір күні видео түсіреміз, оған да инкассатор тонау деп. Мысалы, мына жерге қойып, машинаның ішіне кіргізуге болмайды. Мысалы, осы жерге қойайын машина. Так, фарды өшіреміз, машинаны өшіреміз. Үштен құтақ қойып, машина И вот тағы түсіп жатсың ба? Иә. Не қысып отыр? Здание кіреміз біз. Полицейский участокке. Оқымай отыр. Сосын полицейский барып жүреді. Қазір барам, лифт күтіп тұрмын мен. Мынандай машина салыпты новыйдан да. Давно қандай машина? Mitsubishi ше. Mitsubishi салды ғой. Ескі түрі ше бір. Мынандай номер алатын кезде регистрация номера деген жерге келесіңдер. Номерді, без номерді тұрады, соны басасыңдар. Сменить деген орнынан біраші деп тұрады, 500 рубльге аласыңдар. Ал если тағы бір машинаң болса, перевести номермен бірінші машинаны таңдайсың, екінші машинаны таңдайсың, номерлерін ауыстыра бересің. Полицейский участок осындай. Сосын тағы не көрсетейін, келесі. Сен машинаң тұр ғой жолда. Жұмыстарға келесі видеода көрсететін боламын, жұмыстарды. Обзор бүгінгі неде полицейский участок, сондай больница, сондайларды көрсетіп кетейін. Және де қалаларды, банктерді. Бұда сосын уровеньмен көтерілесіңдер, достар, уровеньмен. Қандай қара. Бека қарыз болмай тез қарызын төлеп тұрсам бір еді. Түк көрмеген 900 мың ақша алғасын. Бір 100 мың, 200 мың емес, 900 мың алғасын ба? 900 мың бека. Қайтарамайсың. Ұмытып кетеді оны. Жоқ, ұмытқан емес, просто қайтарып беру керек оны по-любому. Мына жерде мысалы достар метро жұмысы бар, мына жерде. Метро жұмысына кіру үшін де не істейсіңдер? Очередке тұрады да. Я думаю, істеп көріп па, істеп көріп? Метроны істеп көрмедім, істеп көріп. Яқта скиндер бар. Үшерін боласа, маршрут жұмыстар бар. Трамвай бар, келесің, трамвай. Неше түрлі жұмыстар бар бұда. Начальныйға стройка одан кейін автобус ба? Осы сервер провинция ұнаса, мен осын қалай скачать етіледі, соның бәрін түсіретін боламын, достар. Қалай скачать етуге болады, соның бәрін түсірем. Если видео ұнап жатса, лайктар көбейіп жатса, где-то 45-50 лайктар болып жатса, сразу соны түсірем, достар. Сөйтіп, қазақтарда көбейген дұрыс қой, негізі өзіміз ғана жүре бермей десей. Орыстардың арасында жүріп, біраз орысшаны да үйреніп аласың. Сосын кішкене бұл орыстардың серверінен кейін қазақтың өзіміздің Қазақстанның серверіне барсаң, бір түрлі болып қаласың кәдімгідей. Анаяқта бәрі проблема жүріп, яқтан жүрмейді деп. Е-е-е, соқтым сен. Сондай сияқты болып қалады. Менде соғылмады машина. Тоқтап қалдың ба сонда? Так, келесі не көрсетеміз? Банкке барасыз. Банкке барайық.
жоқ, тоқта, мына жақта не бар еді ғой? Прокат авто ше, прокат авто. Өтіп кетіп па не? Жоқ, Алдағы ғой? алда. В общем, бұл неде тағы машинаны прокатқа алуға болады. Достар, прокатқа алып, мысалы, суткіге ма или сондайға аласыңдар. Соның ақшасын төлейсіңдер, сосын айдап жүре бересіңдер. Уақыт біткен кезде өзі машина жоқ болып кете ма или сондай бір нәрсе да. Сондай ма? Алып көрейік, алып көрейікші қазір. Если қымбат болмаса. Қымбат болу керек қой. Алдымен мен Chevrolet Cruze алдым. Аренда авто деп келеді. Қанша екен? Көрсетпеген. Правила жазылған бұл жерде. Не істеу керек екенін. Шевролеттан. Залогқа машина қоясың, залогқа бір нәрсе қоясың, сол машинаның жарылып кетсе, мысалы, сондай жарылып кететін жағдай болып жатса, Лада Приора алайын ба мен? затын берілмейді. Мысалы, мына жерде Chevrolet Lacetti, яғни кәдімгі Gentra сияқты машина бұл. Алайын десем ақша жетпейді болды. 21-14 кәдімгі білетін шығарсыңдар бұлақтан. 21-70 Priora, қазір 31-10 Volga, Chevrolet Cruze. Сен алдың ба машина алмайсың, не аласың алып, алмай қойсаң машинаң бар ғой. Ақша көп. Алмайын ғой. Жоқта тағы мынандай фарм жағып алмасаң, не келеді? Штраф салады менттер кеп. Штраф та салады, андай. Бірінші ескерту береді. Кәдімгі номер теріп ойнайсың, соғысып қалсаң айтасың. Жауап бересің, мен шақырып, басыңа жауап бересің. Мысалы, сен виноват болсаң, оған сол жерде не ДПС шақыруға да болады сол жерде, или сол жерде ақша беріп, құтылып кетесің да болады. Шын өмір сәт. Мысалы, неде қазір банкке кірейік. Банкке кіріп жүрейік. Банкке кіретін болсақ, кіреміз банкке. Так, мысалы, банк, терминал сияқты кіресіңдер, қайтып басасыңдар. Неде кәдімгі не ғой, неде номер тұрады, мысалы, менде 55-65-46 деген сияқты. JS карт деген, типа MasterCard деген странный сияқты ғой. Общий үлкен неге кіретін болсақ, мөлшердегі. Екінші атта болыңдар, есінші счетқа ақша салсыңдар. Сенің 659. Ағынтай Қыранбай деп тұрады. Мысалы, бірінші кіретін кезде өзің таза шын атың жазуың керек. Өтірік ат болса, сразу сенің банк атын жібереді. Кәдімгі шын атың, аты жөнің, фамилияңмен болу керек. Штраф деген кәдімгі, менде қазір штраф жоқ. Штраф неде түскенде штрафтар осы жаққа түсе береді. ЖКХ деген квартплата, квартираның несі, налог деген білмеймін, мобильный связь, денежный операция. Мысалы, ақша салатын болсаң, мынан басасың, ақша жазып, соны саласың, снять номер дейді. Мысалы, жанында тұрған баланың номерін жазамын, мысалы, номер деп жазасың, ақша бағасын жазасың, перевести кетесің дейді. Солай. Так, келесі не көрсетейін. ЖКХ жұмысын көрсетейік та. Жұмыстарды кейінгі видеода көрсетіп болам қазір. Мынандай барып көрсетіп кетейін. Если қызық болып ұнап жатса, түсіретін боламын да сол туралы. Осы машина жүрмей қалып, кейбір өзің машинаң болса, өзі ручникпен алып тастайсыңдар дейді. Ручникте тұрса сенің машинаңда басқа біреулерді айдамайды. Мынау дүлетсіз өтіні машина. Осы Toyota Shazzer алайын деген бағана ше. Маған да жинап ақша алу керек негізі. Ақша жинамедім. Ақша алу керек па? Не айттың? Уақытында ақша жинап болсын алу керек деймін. Так, келесіне көрсеткен самолетті қарадыр мысалы. Жынды жасағанда качествосымен. Қайда барамсың? Келесі, мысалы, не жерде больницаға барайық. Осы қалада ше, мына жерде больница бар ғой. Арт жақта екен ғада бұрылатын бар. Мына жерде больница бар, сол. Айналып баратын ол больницаға. Мен мына жақтан бұрылып кеттім.
Ебать, нахуй, дрифтпен. Мысалға больница мына ол больница жұмысқа да кіруге болады достар, кәдімгі медик болып РП ға ойнауға болады. Больница машиналар тұр ғой, мына жерге келейік, қойып мына жерге машина. Астында метро жүреді түсінесің. Метрода жұмыстар бар бұл жерде. Кәдімгі газельный қараңдар достар. Жұмыс жасаған да. Летчик бар. Жұмыстарды кейінгі видеода айта беремін. Қазір осындайларды көрсетіп кетейін, государственный нәрселер. Мысалы больницаға кірдік міне. Мысалы мына жерде сенің куттан жан хп аз болып тұр ғой. Көп болып тұр ғой, сол аз болса міне медикке кіретін болсыңдар, осындай не болады, жұмыс болады. Кейін форма киіп аласыңдар. Если ақша бар болса, соларға айтып, хпны көбейтіп алсаң да болады. Мысалы хпны аз болса, ақша да жоқ болса, ондай бір бөлмеге кіресіңдер. Осындай бөлмеге кіресіңдер, F басыңдар, жатып. Вы уже здоровый дейді, мен уже хпым толып тұр. Хп аз болса, сендер осы жерде жатасыңдар. Бір 5-10 минутте жатасыңдар, толып, одан барып шығасыңдар. Хп толмаса шығармайды. А если күтуді ұнатпайтын болсаңдар, не врачқа емдесеңдер болады? Ол ақша сұрайды ол. 200 рубль ғой. Айдалына ма? Жоқ, отырасың жанында өйтіп. Если авария болған кезде, осыны скорыйға шақырсаң, артына отырғызып алып кетеді сені. Енді арқасына отырып отырмын ғой, прикинь. Болады. Качествоны жақсы істеген ба? Так, келесі не бар еді тағы? Дальнобойщик жұмыстары да бар, біраз жұмыстар бар, айта кетеміз оларды. Салондарды кейінгі видеода айтамыз, қазіргі неміз әшін бір таныстыру, алғашқы көзқарас сендерге таныстырып кету. Так, не көрсетеміз мысалы тағы. Скоростың көбейтсеңдер, мысалы қат жүретсіңдер, сендерге мынандай хуттың астына жұлдызша болады, сол түссе, сосын жұлдызша түскен кезде Камерадан осы барып қалсың ғой. жұлдызша түскен кезде не болса, мысалы сені полиция тоқтатса, тоқтап сен не алатын болсаң, сенен удостоверение сұрау мүмкін. Удостоверение сен беріп қалсаң, сен түрмеге отырғызады, зюржска болса. Кет Приволжского Невскийге барасың ба? Сондай неғылып жүреді, түрмеге отырып жүреді, сондай болсаң. Қалаларды таныстырса, картаны көрсетіп жүрмін. Картаны көрсеттім, қазір қалаларға барып кетейік. Осы мына біз жүрген жер Приволжск деген қала, ең төбедегі қала, ең төбедегі оң жақтағы қала. Типа Матада казино қала ғой. Мына жерді көрсетейін, мынандай бір типа Экспо 2017. Дұрыс қой, солға бұрылатын ғой, ағандай. Экспо 2017 болып жүрді. Мына жақты бір рет көрсетіп жіберейін деп жатқам ғой. Не бар жақта? Басқа қалаға барамыз ба? Не кет Невскийге барайық. Ковалевский деген ютубердің несі тұр, мен плакат жасап өтіп. Мына жүгіле задний привід болған соң жақсы жүреді екен қысқаша. Ой, дрифт аласың. Жақсы жүргенде емес қой просто. Дрифтауға деп жүресің. Мә, семет жаман. Бағана трамвайдың алдында сөйтіп тұрсың ғой. Как көрінеді? Ағантай мен батып қалдым. Қай жерде? Нерге? Такси алмай қыз тоқтатып отыр ғой. Видео түсірсейік? Аварияң шықсай, видео қосып тұр. Батып қалдым мен, физика істемей өлмей жүрмін. Тоқта бәс. О, шықты. Шықты ма? Шықты. Ремень тағып аласың, өйстіп кәдімгі бұрын. Мәнің бәрі тоқтады ғой, кәдімгі.
Действительно. Бұзып қанша машинасы? Жоқ, мен не істеп келатыр. Бана ана жақта тоқсам, сол жақта да келатыр. Артын төсек. Боя бұл М5 па? Мерседес па мана? Кеттіге барсақ. Ұзақ жол да. Автопилот жоқ та бұда, бар ма? Автопилот бар ғой, X қой. Круиз контрольда. Қатып жүрсем, қатып кететін. Такси арттан келатыр ғой бағана. Ебать. Первый лицадан көрсеткен болсақ, руль бәрі істеп тұр, қазір спидометр. Фарасын жағы өшірсейді. Қазір. Фарын өшіріп болсын, ішінде панельдер тірелер керек. Менде полный бетонға ешесе көрген жоқпын ше. Қара өзің тонировка есіп. Так, қара. Дым көрдің жоқ, алысы бір қап-қара точка көріп тұратын сен екенсің. Машинам сырмады. Қатысы болды ма? Жоқ, сырып өтіп кеттім айды. Мен фарасы бұзылды мек. Қайдан расчет аламай кесін первілдіса мен. Перебіреться айдысам, рульдер төбеде тұра ма, біресе үстінде тұрады. Айдап отқан ма, сен арқана сөйтіп соғыс қалдым ма мен? Мен қатып қалдым ғой, тәжесі аржыр, мен аржыр. Соз өрмеш. Сенен аулақ жүрінші, сен жаман қатып атсың бар ғой. Машинам соқтың ғой сен. Милиция шақырамыз да. Неге? Қызық болсын десе. Сенен соқтың ғой. Менде бір жұлдыз бар, шақырмай қой мен. Қамап қойды қазір мен. Қасып жүрмін, менде розыста жүрмін ғой. Және бұл жақта та порт жұмыс бар да, кеме ма, сондай әдет да. Сондай ма? Неше түрлі мероприятиялары болып тұрады, жарыстар болып тұрады, жарыстар. Ұтсаң, приздар береді. Сосын ондай военный не болады, армия болады, армияға барасыз, ол жақтарда служить. Военный билет алып, кейін полицейский болсын. Военный билет аласың. 36 сағат ойнайсың ғой. Полицейский болу үшін таза орысшаны таза білуің керек, сосын эрпаны жақсы меңгеруің керек қой. Кейін военный билет аласың бар, армияға барып бағында. Қойшы? Иә, армияға барасың, военный билет. 36 сағат ойнайсың армияда. Военный билет береді, одан кейін полицейский болсын. Военный билет алаңыз ба? Ой, қойшы, мен 5-ші серверде так армияда әлі бітіре алмай жүрмін. 36 сағат ойнау керек. Жолымай мекет. Гостехосмотр. Тонировка қойылды, тонировка қанша тұрады? 50 мың. Жақсы етпеді, бұл жақта да номер қойуға болады, номер қойылды. Бұл басқа жер ма или как? ГИБДД дейді. 101 фото направо. Право алатын жер ғой. Экзамен тапсыратын жер мүшеден тапсырасың мүшеден. Бәріне алып қойғанмын, пройдем деп тұр. 3 категорияны тап қойғанмын, үшеуін де қойдым мәселе. Ау? 3 категорияда бар мәселе. Менде ма? Иә, 3 категория бар. Автобус, грузовик, жеңіл. Автобус, осы автошколадағы автобус. Автобус беріп, сонда есесін болу. Керейсіңдер. Право аласың сөйтіп. Таза өмір ойнасам қызық кетеді негізі. Келесі жолында бір военный билет аламау мен.
бегасың? Қазір шығып жатам тұр. Каналға тіркеліп кетейік достар. 500 подписчик дейсіз, жинатсақ 500 подписчик жинатсақ дейсіз. Ол енді арыдай тағы жинала береміз тағы. Алдымен 500-ге жетейік. Және мен астында ресми парақшамды қалдырып кетемін сосын. Мен таңат ету. YouTube Panda каналымыздың ресми парақшасында ссылкасын қалдырып кетемін достар. Тіркеліп кетіңдер ол группаға да. Сол группаға видеоларымызды тағы басқа заттарымызды салып тұратын. Кетіп машина жөндеп қайтамыз машинамызда. Давай жөндеп кетейік. Яқта бар, жүрсейші. Менікі бірақ не болып тұр? Таза болып тұр менде. Саудан өтіп кеттім ғой. Өте бер. Ешкім жоқ қой. Администратор көп болса бірақ ничейный көп болса банға беріп жүреді. Маған бәр. Заправкада 10-ға бұрыласың. Яқта тура менікіндей бұрынғы гольф тұр ғой қап-қара. Заправкада 10-ға бұрыласың сонымен. Үлкен трассадан ба? Иә. Мен көріп тұрмын картада. Көрінбейсің. Қаншама адам жүр ғой сен қысың? Оңға бұрылдың ба? Қыса 10-ға бұрыласың. Көріп тұрмын сен картадан. Келе берсіпе қарай. Оңға ма? Мына жерде ма? Шина сервис дейді. Автомойка. Машина жөндеп қойдың ба? Иә, жөндеп қойдым. Бек арзан 200 рубль жөндейсің ғой. 267 рубль екен. Автомойка дейді. Мойка кіресің ба? Мойка емес походу, да? Алдыңдар ма? Жоқ. Сондықтан мен қазір келесі бірінші ойынға кірген кезде, мысалы қандай бірінші кірген кезде бетіне логин панель сияқты деген жерде, сол жерде бір не шығады, панель шығады. Қай қаладан шығасың, сондай болады ғой. Приволжсктан адамдар жігіттер. Өздері біледі енді, Приволжск болса, Приволжск, Невский болса. Жоқ, ана Приволжскта жұмыс жақын болады оларға ана. ЖКХ жұмыс, стройка жұмыс жақын болады да. Мына жер троллейбус жұмысы да. Троллейбус жұмысы бұл. Мен сыртқа қарай шығып бара жатырмын. Айбы, жаман соқсын, айбы. Сіз ДТП болды мына бейшара, мен шақырып отыр. Мен қысып тоқтатма алдымнан. Қаша бер, қашамыз. Қашыш. Сенен көрсе болды, ана айдиіңді көрсе болды. Баған береді. Бара сау берге да. Бет қашы болды. Айдиін көріп қойды күттіңді. Бір проблеманы көрсетейік те видеодан. Қай жететін видеоны. Ал шақырып полицияны. Негізі анау қашып кетті деп ортада ше. Қандай машина еді бағанда. Қарап тұрып. Неге? Проблемасы жауап етіп алғасын ба? Вы творите аварийские ситуации, у тебя проблема дейді. Александр Оливер деген не жүр вообще? Что-то админ сияқты бұл. 12К Дима ема.
Ештеңе болмаған ғой машинасына. Қатын тұр. Номер ғана тексеріп қалған ғой үшін. Она сгорела дейді Иман, жаман өтірік айтып отыр ғой. Ұрып өлтіріп кетемін сенің. Біреулер ғой. Ажалы. Тиме. Қарасы жанды қызыл ғой. Ана кабанды қара. Тоқтаймын. Ұрғым кеп тұрғаннан қарсы. Ұрғым кеп тұрған қарсышынан. Ұрсаңға не істей жүрмеймін. Шын ұшты, мен атына ұрызып мөрді ғой. Оталмайды прикинь. Зыны бассай. Бастырма, оталмайды серьезно. Капотташы. Иді бастан капотташады. Има. Оталмайды ма машинасы? Наның капотында ит жүр ғой. Бардак күнде капот не қойсын. Қалай береді не? Брудер. Ақша қалай береді? Нені? Брудер ғана шығарса, брудер. Бас кетсем, бас көрейін ба? Банасам алайын. Қанша бер дейді? 5к бер дей ма? Так, бедесің ғой, алдына сызықша қойсына, слэш қоясын, пай дейсін да, анан ID деген, 64 деген ID-ін жазасын, о деген ақшын жазасын, пробел қойып. Pay деп, ана ID-ін жазам ба? Иә. Ақшаны ма? Ақшаны жаз. Бердің ба? Жоқ, берілмеді. Туда, кән басын жаз, пай деп жаз. Пай, сосын. Пробел, иә, пробел бастайды. 64-те. Тағы да ақшаны жаз. Болды. Кетті болды. Кетті давай. Кетті машина. Ағындай. Мен машинасы қалай ота алмайды, түсінбей тұрмын бар ғой. Қара түн шығып кетті, кеттік. Кетті мен. Тағы да келсінші, бүтін шығар бұрым. Кетті болды, машина отыр. Қасымы жоғысын ұрам қазір шектім. Болды, ақшасын берді. Мә, итеріп жолдан шығарып жатыр ана машинаны. Красавчик. Кеттік. Қараптан қарап тұрмын. Айттым саған қатып атсын деп, аулау жүр деп. Жолдың өзі де қатып келді ғой маған ше. Қатып. Сен алдында қысып жүрдің, сенде видео бар еді. Айту керек еді, видео деген сатып барым мен де, сен не прав десең, демейтін еді. Несімен, сондай кезде жақсы ше. Ше. Миын қаттырып, шын правилаға қолданып кетеміз, анам үй ашып кетеді ақырында. Орыстар дейді ма? Қаласам... Неміз көрсет жүрек та, соңғы обзорымыз көрсет жүрек. Вокзалға барамыз ба кеттік. Невскийдің вокзалына барасыз енді. Не айтып жатыр емен. Жаңағы, не, сөйтіп кіресің, сосын қаланы танайсыңдар, қаланы танайын деп сөйледі. Сол қаланың вокзалынан шығасыңдар достар. Бомбыздан, атаның скинімен қаладан шығасыңдар, осы таңдаған қаладан.
Привоз деген қалатандар ең төбедегі қала, сода стройка бар, ЖГХ деген жұмыс бар, ящик тасисың. Ал мына қаладан шығудың қажеті жоқ қазірше. Одан кейін кім не болсын. Сосын уровень Ол жасылға өзгер. уровень біріншіден 1 болып тұра ма или 0 болып тұра ма? 1 болып тұрады. 1 болып тұрады, иә? 1 болып тұрады. 400 опыт жинайсың ғой. За ваши скорость сигнал. 80-нен асырмасай штрафта. Алып шетіне жүре берейін. В общем, сол кезде андай все вокзалдан шығасыңдар. Сол кезде таксисттер болады, такси қалай шақыру керек бәрін. М-ді кәдімгі ағылшынша М-ді бассаңдар. Кал такси деп жазасыңдар. Иә, кол такси деп жазасыңдар. Сол кезде такси келеді. Таксиге отырып жұмыс айтасыңдар, сол жұмысқа апарып тастайды. Сөйді жұмыс жасай бересіңдер ағай. Если че, мен онлайн болсыңдар, мен де апарам. Дайын такси туралдарында. Жұмыс не қылып жатса, сол бірінші ревенің жұмысы қайсы деп не қылып жатсаңдар, сол бірінші осы видеода лайк көп болса, сол туралы шығарамын достар. Смело лайк, сендерден топ коммент, подписаться тұрамыз каналға, колокольчик басады жанындағы. Вокзалға көрсетіп кетсең, вокзал. Қазір біз Астыңға қаладамыз. Невский деген қаладамыз, мына Астыңға қала. Өшеген вокзалға баратын боламыз. Оң жағымыздағы салон, автосалон. Кім шығасыз? Келесі видеода көрсетемін. Келесі видеода көрсетемін. Бұны көрсеткен кезде анаяқтағы қалалардың көріп. Менің машинам тұрған жерде. Ошондой солярис. Қайда? Рекламада тұрды. Бір қыз тұрғы. Егер басып кете берші, үлгермейсің қазір мен. Амал жоқ енді. Жол шап. Арпачынан Максим деген. Енді көріп ба. Мынау Красновоскодский ма қандай? Красновоскодненский вокзал. Невский, ажана Невский главный вокзал деп тұрады достар. Осы вокзалдан шығасыңдар, осы қаланы тонасыңдар. Приволжскінің. Мынау қазір мен бір жаққа тастап келейінші. Осындай автобустар болады. Автобустардың маршрут жұмыста бісіңдер болады. Өзі 300 теңге жетпей тұрды мағанша, 300 теңге алсыншы. Вокзал болады өсір. Жерден шығасыңдар. Нажа арғалай өзіне. Темір пойыз жүретін жолдар. Әдемі жасаған да вокзал. Иә. Сен бір чекпоинт тұрып білесің ба? Иә. Ол сияқты не істеп қоятын да. Иә, сол. Кіре берсейші. Сосын мына жерде Красновоскодский, осындай автобустармен қаламен қалаға жүрсеңдер болады. Адам тасисыңдар соны. Жолдан да адамдар мінсе де болады. Ал достар, мен осымен видеоны аяқтайын. Сіздермен бірге болған Агин Кезет және менің жанымда Бекасыл деген бала бар. Осы екеуміз түсірдік. Обзор ұнады деген ойдам. Ұнаса лайк басып кетейік. Смело топ комментарий жазып кетіңдер. Өстіп келеді адамды соны. Давайте.